Бүгінгі сабақта сіздерге тағы да бір түрін көрсеткім келіп тұр. Біз мынандай құлпынайымыздың үстіне қазір узор салып, оның үстіне осындай золотой, сахар кондитерский золото деген осымен себетін боламыз. Қазір сіздерге көрсетемін. Кондитерлік магазинде сатады, онда жоқ болса, онда Сималент сайттан заказ берсеңіздер болады. Бұл жерде біздің құлпынайымыздың сыртында уже шоколады толығымен қатты. Мына жерде бізде жұмсақ шоколад темперированный, то есть барлық сурет салатынымыз, барлық шоколадтарымыз бізде темперированный болуы қажет. Енді біз құлпынайымызды ұстаймыз қолымызға. Одан кейін осындай зигзаг түрінде өстіп, мына жерде бұзылып кетті. Енді біздің мына шоколадымыз қатпай тұрғанда біз оны өстіп үстіне осы алтынымызды сеуіп шығамыз. Қараңыздар, сонда бізде осындай узор пайда болды. Өте богато және өте әдемі болып көрінеді. Кейбір ашық жерлеріне тағы да сеу жүйесі болады. Яғни бұл жерде бізде шоколадымыз толығымен, шоколад қатпай тұрғанда, узорымыз қатпай тұрғанда осы қантты сеуіп үлгеруіміз қажет. Енді қайтадан фольганың үстіне алып қоямыз. Тағы да қалған құлпынайлардың сыртына тура солай жасап шығамын. То есть біз құлпынайымызды аламыз. Үстіне суретін саламыз. Салдық. Осылай да қалтыруға болады, немесе жаңағы алтындарымызды өстіп золотой сахарды осының үстіне сеуіп шығамыз. Астына обязательно тарелка қойып қойыңыз. Кейін бұның барлығын жинап, қайтадан осы ыдысқа салып аламыз. Қараңыз, осындай әдемі болып шықты. Міне біз құлпынайымызды алдық. Енді мына узордың үстіне саламыз. Бір точканы қойдық. Үлкендеу қылып суретімізді салдық. Тағы да точканы қойдық. Үлкендеу қылып суретімізді, оюымызды салдық. Қараңыздар, мен енді осының үстіне біз жаңағы қантымызды өстіп себетін боламыз. Егер де қайындай да бір жерде осындай нелер болса, оны өстіп жөндеп жібереміз. Қараңыздар, бір точканы қойдым, үлкендеу қылып ою салдық. Екінші жағына бір точканы қойдым, үлкендеу қылып өстіп ою салдым. Енді мына жер ашық қалып қойған жерлеріне де саламын. Енді осы оюдың үстіне мен қазір мынаны себетін боламын. Өте әдемі болып шықты. Екі түрлі ою салып, оның үстіне біз қантты сеуіп шықтық. Енді мен үшінші түрін осындай жай ғана құлпынайдың үстіне линиялар салып шықтым. Темперированный шоколадпен өстіп сызықшаларды салып шықтым. Оларды толығымен қатқанша тоңазытқышқа бір 5 минутқа алып қоямыз. Одан кейін набор жинайтын боламыз.
шоколадымыз қатқанша қазір сіздерге голубиканы қалай жасау керек екенін көрсеткім келіп тұр. Голубиканы алдын ала жуамыз, кептіреміз, қағаз сүлгімен сүртіп аламын. Одан кейін ортасына шпажка немесе зубочистканы кіргізіп, осындай темперированный шоколадқа матырамыз. Бет жағын, үстіңгі жағын қалтырып қоямыз. Енді артық шоколадымызды сілкіп түсіреміз. Одан кейін оны фольганың үстіне осылай қойып қойсаңыз болады. Барлығымен өстіп набор жинап, фотоға, видеоға түсіріп, инстаграмға саламыз.